Сәлем оқырман. Қосылайық жобасы Мис Қосылайық бағдарламасына айналып кеткен сияқты ғой. Қанша күннен бері тынышталмай жатыр тақырыбы. Арунаға осындай бір хабар келген екен. Кімнен екені белгісіз, айтпауын сұрапты. Сіздерге оқып берейін. Сәлем. Аруна, қалайсыз? Кешірім сұраймын, мазалап тұрғаныма. Сіз Миске қатысты сұрағыңызды қойған кезде мен сол жерде өнер көрсетіп едім, ал сіз өнер көрсетіп болғасын жүри далаға шықты. Мен темекі шегіп тұрған кезде сол жерде темекі шегетіндер арасында Нұржан Қалжан, Бауыржан және Сержан болды. Сержан жүриге былай деді: Арунаның запис ержігіттің дауысы ғой, мен танып тұрмын ғой дауысын, ол дұрыс емес деп. Содан кейін Нұржан Қалжан және Бауыржанға айтты. Сосын Нұржан Қалжан былай деді: тікелей айту керек еді, сонда әдемі шығатын еді. Сол кезде Нұржан Қалжан: Акеркенікі өте жақсы шықты деп айтты. Сол кезде Сержан айтты: аға, сөйтіп қолдап қойыңызшы деп. Жүриге негізі жақындап келуі қажет емес еді. Жүри темекі шеккен сайын Сержан өз орнынан шықпады, мен байқадым. Осыны сізге қалай айтарымды білмедім. Нөмеріңізді тауып алдым, таныстарым арқылы, бірақ эфирге шығара алмаймын, айып етпеңіз. Қызық қалай ержігіттің дауысы шықты, тіптен түсінбей жатырмын. Сіз қалай түсіндіңіз? Сонда сахна сыртында жүри арасында Нұржан, Бауыржан және Сержанмен әңгіме болып. Сержан жүриге Аруна мен ержігіттің дауыс сәйкессіздігін айтып. Нұржанға Сержан Ақеркенің өнері мақтап, алға шығарып алған ба? Солай енді бара-бара Арунаның неге кеткенін, нақтысын естейтін шығармыз. Ал оқырманның пікіріне көшейік. Мен өткенде тағы жаздым. Ер сайысы болған сайын ұпайларды жазып отырдым. Кейін сіздер қорытынды таблицаны көрсеткенде көбісі сәйкес болмай қалды. Бұл қалай болғаны? Дегенмен бір шикілік байқалып тұрды. Бастапқы кезде қиындықтар болғандай. Біз көріп қана қоймай, қыздарымыздың алған ұпайларын жазып отырдық. Дегенмен Айгүл 6 шыққан еді. Біздің санағанымызда 5 күндік сайыста Айгүлдің жинаған ұпайы 74, ал Акеркенікі 75-ке аяқталды. Әрбір халықтың берген ұпайлары Айгүлде басым болды. Айгүл Мис Ақерке бірінші вице болу керек еді. Қанша халық қолдап тұрса да Айгүл алмай қалды деп танылып едік. Міне, шығып жатыр ғой былықтарын. Бауыржан аға, қыздар мен қатын алуға тырысқан еркектерге 10 сағаттай мұқият айтып беретін ақылын осы жерде неге пайдаланасың? Бір ауыз Сержанға айтып қоймабың ба бұның дұрыс емес деп. Содан кейін өтініші ұзақ, мұқият ақыл айтпақшы. Құттай Садиғына балаларға тепкіштеп түсіндіріп отырғандай. Балауса бәрі басылсын. Бауыржанға өзің жүріп салшы деп айтты. Халық алдында болудың не пайдасы? Көрлік қой Айгүл басым болған. Халықтың 95 Айгүлге, ал 5 Ақеркеге дауыс бергендіктен Ақерке жеңіп кетпегені айқын еді. Сержан бар, Карананы да алып кетті. Енді сізге шыдамаса, Қосылайықтан Ақерке кетсе де болады. Ұялмай, Құдай деп сейіліп көкірегін жасап, әрі қартайып шығады Ақерке. Айгүл ақ отыр, шыдап күліп, іштей барлық қатысушылар оның жеңгенін біледі. Халық да дәл солай. Бауыржан мен Балауса да бұл жағдайды біледі, бірақ осылай енді де деп отыр. Бауыржан өтірікті тым көп мақтағандықтан Ақерке Құдай берді. Карананы еш еңбегім жоқ деп сайрағанда Бауыржан тоқта, жай сөйлейік деді. Іштей ол, Құдай кешір, өтірікті қоштасам деп отыр ғой. Қосылайық жобасы Мис Қосылайық бағдарламасына айналып кеткен сияқты ғой. Қанша күннен бері тынышталмай жатыр тақырыбы. Арунаға осындай бір хабар келген екен. Кімнен екені белгісіз, айтпауын сұрапты. Сіздерге оқып берейін. Сәлем. Аруна, қалайсыз? Кешірім сұраймын, мазалап тұрғаныма. Сіз Миске қатысты сұрағыңызды қойған кезде мен сол жерде өнер көрсетіп едім, ал сіз өнер көрсетіп болғасын жүри далаға шықты. Мен темекі шегіп тұрған кезде сол жерде темекі шегетіндер арасында Нұржан Қалжан, Бауыржан және Сержан болды. Сержан жүриге былай деді: Арунаның запис ержігіттің дауысы ғой, мен танып тұрмын ғой дауысын, ол дұрыс емес деп. Содан кейін Нұржан Қалжан және Бауыржанға айтты. Сосын Нұржан Қалжан былай деді: тікелей айту керек еді, сонда әдемі шығатын еді. Сол кезде Нұржан Қалжан: Акеркенікі өте жақсы шықты деп айтты. Сол кезде Сержан айтты: аға, сөйтіп қолдап қойыңызшы деп. Жүриге негізі жақындап келуі қажет емес еді.
Жүри темекі шеккен сайын Сержан өз орнынан шықпады, мен байқадым. Осыны сізге қалай айтарымды білмедім. Нөмеріңізді тауып алдым, таныстарым арқылы, бірақ эфирге шығара алмаймын, айып етпеңіз. Қызық қалай ержігіттің дауысы шықты, тіптен түсінбей жатырмын. Сіз қалай түсіндіңіз? Сонда сахна сыртында жюри арасында Нұржан, Бауыржан және Сержанмен әңгіме болып. Сержан жюриге Аруна мен ержігіттің дауыс сәйкессіздігін айтып. Нұржанға Сержан Ақеркенің өнері мақтап, алға шығарып алған ба? Солай енді бара-бара Арунаның неге кеткенін, нақтысын естейтін шығармыз. Достар, тамақты тиімді бағамен алыңыз келеме? Яндекс еда сізге көмектеседі. Арнайы сілтемемен алғашқы тапсырысыңызға 2300 теңге үнемдеп жеңілдік алыңыз. Қалай қолдану керек? Видео астындағы сілтемеге кіріңіз. Ал оқырманның пікіріне көшейік. Мен өткенде тағы жаздым. Ер сайысы болған сайын ұпайларды жазып отырдым. Кейін сіздер қорытынды таблицаны көрсеткенде көбісі сәйкес болмай қалды. Бұл қалай болғаны? Дегенмен бір шикілік байқалып тұрды. Бастапқы кезде қиындықтар болғандай. Біз көріп қана қоймай, қыздарымыздың алған ұпайларын жазып отырдық. Дегенмен Айгүл 6 шыққан еді. Біздің санағанымызда 5 күндік сайыста Айгүлдің жинаған ұпайы 74, ал Ақеркенікі 75-ке аяқталды. Әрбір халықтың берген ұпайлары Айгүлде басым болды. Айгүл мисс Ақерке бірінші вице болу керек еді. Қанша халық қолдап тұрса да Айгүл алмай қалды деп танылып едік. Міне, шығып жатыр ғой былықтарын. Бауыржан аға, қыздар мен қатын алуға тырысқан еркектерге 10 сағаттай мұқият айтып беретін ақылын осы жерде неге пайдаланасың? Бір ауыз Сержанға айтып қоймабын ба бұның дұрыс емес деп. Содан кейін өтініші ұзақ, мұқият ақыл айтпақшы. Құттай Садиғына балаларға тепкіштеп түсіндіріп отырғандай. Балауса бәрі басылсын. Бауыржанға өзің жүріп салшы деп айтты. Халық алдында болудың не пайдасы? Көрлік қой Айгүл басым болған. Халықтың 95 Айгүлге, ал 5 Ақеркеге дауыс бергендіктен Ақерке жеңіп кетпегені айқын еді. Сержан бар, Карананы да алып кетті. Енді сізге шыдамаса, қосылайықтан Ақерке кетсе де болады. Ұялмай, Құдай деп сейіліп көкірегін жасап, әрі қартайып шығады Ақерке. Айгүл ақ отыр, шыдап күліп, іштей барлық қатысушылар оның жеңгенін біледі. Халық та дәл солай. Бауыржан мен Балауса да бұл жағдайды біледі, бірақ осылай енді де деп отыр. Бауыржан өтірікті тым көп мақтағандықтан Ақерке Құдай берді. Карананы еш еңбегім жоқ деп сайрағанда Бауыржан тоқта, жай сөйлейік деді. Іштей ол, Құдай кешір, өтірікті қоштасам деп отыр ғой.